Сәлеметсіздер ме достар, сонымен сіздермен бірге Easy English EVA тобы. Бүгін сіздермен бірге өтетін етістіктің тақырыбы Future Perfect Continuous деп аталатын аудармасы аяқталған созылмалы келер шақ. Сонымен бастайық. Біріншіден, созылмалы келер шақты Future Perfect Continuous'ты қалай жасаймыз? Оны жасау үшін бізге will деген көмекші етістік керек, одан кейін have been деген сөз керек, одан кейін етістікке ing жұрнағын жалғаймыз. Мысалы қарайық. We have been starting your business since May. Сенің жұмысыңды мамырдан бастап жасап бастаймыз. Сондықтан will, одан кейін have been, одан кейін етістікке ing жалғап тұрамыз, start етістікке. Келесі, сұраулы сөйлем қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлем жасау үшін бізге көмекші етістікті will'ды алдына шығарамыз. Сөйлемнің бірінші орынға, одан кейін зат есім болады. I, we, you, they, he, she дейді. Одан кейін have been, одан кейін етістік тұратын болады. Одан кейін қалған сөз таптары. Сондықтан мысалы Will they have been working in this factory since June? Олар маусымнан бастап осы заводта жұмыс жасайды ма? Деген сұраулы сөйлемде бірінші бізде көмекші етістік тұр, одан кейін зат есім they деген, одан кейін have been, одан кейін етістікке ing жалғадық, одан кейін қалған сөз таптары. Енді болымсыз сөйлем жасау одан да оңайырақ, ол үшін бізге осы will деген ешнәрсенің орнын ауыстырмаймыз, өзгертпейміз, тек қана will деген көмекшіден кейін оған not деген сөзді жалғаймыз, яғни will not немесе won't деген қысқартылған түрі шығады. Мысалы, she won't have been working since November. Ол ноябрь айынан бастап жұмыс жасамайтын болады, я? Will not немесе won't have been working. Келесі, енді future perfect continuous жағы не үшін қолданылады, ол не үшін керек бізге, қандай уақытты сипаттау үшін қолданамыз? Біріншіден, ол бізге керек, егер болашақтағы белгілі бір уақыт ішінде болатын созылмалы іс-әрекетті айту үшін қолданамыз, яғни болашақтағы себебі future, одан кейін белгілі бір уақыттың ішінде болатын созылмалы іс-әрекетті айту үшін қолданамыз. Мысалға, you will have been waiting for more than 2 hours when your plane finally arrives. Сен оны 2 сағаттан артық күтіп тұратын боласың, оның самолеті келген кезде. Мен сонда самолеті келген кезде түсінді, яғни бұл созылмалы 2 сағатқа дейін созылған іс-әрекетті сипаттау үшін болашақта болатын біз future perfect continuous жағын қолданып тұрмыз. Әрі қарай, екінші жағдай өткен шақта басталып, болашақта да жалғаса беретін созылмалы іс-әрекет. Мұқият тыңдаймыз, яғни іс-әрекет өткен шақта басталды, қазір жалғасып жатыр және болашақта да жалғаса беретін іс-әрекетті сипаттау үшін. Мысалға, I will have been learning German for 3 years next Friday. Менің неміс тілін оқып жүргеніме келесі жұмада 3 жыл болады. Мен неміс тілін өткен шақта бастадым оқып, қазір оқып жүрмін және келесі аптада оған уже 3 жыл уақыт өтеді мен оқып жүргеніме. Яғни өткен шақтан бері созылмалы келе жатқан әрекетті сипаттау үшін қолданып тұрмыз. Үшінші жағдай, өткен шақта басталған, болашақта нақты бір уақытта аяқталатын созылмалы әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Мысалға, when Molly finishes this course, she will have been learning Japanese for 5 years. Молли осы курсты бітірген кезде оның жапон тілін үйреніп жүргеніне 5 жыл болады. Ол болашақта соны аяқтайын деп жатыр, яғни 5 жылдан кейін аяқтайын деп жатыр. Ол 5 жыл бұрын бастады, жалғастырып келе жатыр, болашақта оны аяқтаған кезде оған ол 5 жыл уақыт толады деген сөз. Сондықтан, енді қараңыздар, future continuous пен future perfect continuous'ның айырмашылығы қандай? Future continuous деген өткен сабақтарда білесіздер, бұл созылмалы келер шақ жағы. Екеуінің айырмашылығына тоқталайық. Бірінші, I will be working when you call me at breakfast time tomorrow. Ертең сен маған таңғы ас кезінде хабарласқан кезде мен жұмыс жасап жататын боламын. Сондықтан бұл future continuous жағы. Will be working. Сен таңертең маған хабарласқан кезде мен ол уақытта жұмыс жасап отырамын. Келесі, I will have been working for 20 hours when you call me at breakfast time tomorrow. Сен маған ертең таңғы астың уақытында хабарласқан кезде менің жұмыс жасап отырғаныма 20 сағат болады. Сондықтан, сен хабарласқан кезде мен 20 сағат бойы жұмыс жасап отырған болып табыламын. Сондықтан, бұл future perfect continuous. Екеуінің айырмашылығы. Келесі, енді time markers. Time markers деген, яғни уақытты future сөйлемнің future perfect continuous'те тұрған көрсететін уақыт тіркеулері. Олар әртүрлі мүмкін, ең жиі кездесетіндер ол by, осы preposition, яғни предлог ең жиі кездесетін. Мысалы, by 6 p.m. сағат 6-ға таман, by Monday, дүйсенбіге таман, by the 17th of July, 17 шілдеге таман,
by next month келесі айға таман in 20 minutes 20 минуттан кейін. Яғни осыған ұқсас сандар өзгеріп, басқа да уақыттарды қолдануға болады. Негізінен future perfect continuous'ты мағынасына қарай қоямыз, иә? Так, сонымен аяқтадық. Назарларыңызға рахмет. Сонымен бүгін сіздермен бірге future perfect continuous жағын өттік. Түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны қайтадан айналдырып көріп, барлығын үйреніп алыңыздар. Енді сіздерге тапсырма осы видеоның астында ссылкада берілген ссылкамен өтіп, тестті орындап өз біліміңізді тексеріңіздер.